достар, сіздермен бірге Baker Street білім беру орталығы сіздерге ағылшын тілін тез үйренудің тиімді жолдарын ұсынатын болады. Ағылшын тілін тез үйренудің ең бірінші тиімді жолы ол дұрыс мақсат қоя білу. Сіз ағылшынды не үшін оқимын деген өз-өзіңізге сұрақ қою керексіз. Мен өзім болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға түскім келді. Сол мақсатты дұрыс қоя білудің арқасында мен ағылшын тілін тез уақыттың ішінде үйрендім десем де болады. Сондықтан сіздерге де ағылшын тілін үйренген кезде мақсат қою қажет болады. Ол неше түрлі мақсат болуы мүмкін. Болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға түсуге немесе туристік мақсатта сіз басқа елге саяхаттайын деп жатсаңыз, өз-өзіңізді дамыту үшін болуы мүмкін. Неше түрлі мақсатта болуы мүмкін. Ең бастысы, сіз өз алдыңызға бір мақсат қойып, нақты қадамдар жасасаңыз, сіз ағылшын тілін тез және оңай үйреніп алатыныңызға мен сенімділікпен айта аламын. Екінші, сіз сол мақсаттарды орындау үшін дедлайн қоюыңыз керек. Белгілі бір уақыт межесін қою. Мысалға, айталық 9 айдың ішінде ағылшын тілін жетік меңгер деген өз-өзіңе дедлайн қойсаңыз, сізге жеңілірек болады. Айталық, сіз elementary курсынан бастайсыз. Elementary деңгейі жобамен 3 ай оқылады. Сіз 3 айда elementary бітіресіз, одан кейінгі 3 айда сіз pre-intermediate бітіресіз, одан кейінгі 3 айда сіз intermediate деңгейін бітіресіз. Яғни сіз 9 айдың ішінде ағылшынша еркін дәрежеде сөйлесе алатындай қабілетіңіз болады. Өйткені көптеген intermediate, upper intermediate студенттері ағылшын тілінде еркін сөйлеседі. Ағылшын тілін тез үйренудің тағы да бір тиімді жолы ағылшын тілінің, ағылшын мәдениетінің, жалпы тек қана ағылшын емес, ағылшынша сөйлейтін барлық мемлекеттердің мәдениетіне қызығушылық таныту. Мысалға, Америка, Англия, Австралия, солардың әдебиеттерін, киноларына, музыкаларына қызығушылық танытсаңыз, ағылшын тілін үйрену сізге 2 есе жеңілірек түседі. Өйткені қанша рет тіл білсең, сен сонша рет адамсың дейді. Яғни бір тілді үйрену үшін сіз сол елдің мәдениетіне қызығушылық таныту керексіз. Енді сіз сол елдің мәдениетіне қызығушылық танытқаннан кейін ағылшын тілінде фильмдер қарауды бастау керексіз. Голливудтың бүкіл киносының барлығы ол әрине ағылшын тілінде түсіріледі. Сол фильмдерді сіз ағылшынша субтитрмен қарау керексіз. Орысша емес, қазақша емес, тек қана ағылшынша субтитрмен қарау керексіз. Өйткені ағылшын тілінде субтитрмен қарау оқу қабілетіңізді және listening, тыңдау қабілетіңізді дамытатын болады. That's your cousin Teddy. He's a waiter. He's single, and he likes rock music. It's my brother, Eddie. He's a doctor. He's got a wife and 2 kids, and he likes classical music. How about this one? I don't know. A cousin? No. Your brother? No! An uncle? It's my Aunt Judy. Sorry, Mrs. Morris. Бастапқы кино ретінде қарауға мен сіздерге өте қиын, жаңадан шығып жатқан премьера фильмдерді кеңес бермеймін әрине, өйткені олардың тілі өте қатты қиын. Сондықтан сіздер өздеріңіз кішкентай кездеріңізден қараған қызықты және оңай фильмдерді қарасаңыздар болады. Мысалға, Один дома фильмін біз кішкентай кезімізден 10 рет, 15 рет қарағанымызға сенімдімін. Тағы да басқа сондай фильмдердің барлығын ағылшынша субтитрмен қарайтын болсақ, біздің ағылшынымызды дамытуға үлкен әсерін береді. Mom, Uncle Frank won't let me watch the movie, but the big kids can. Why can't I? Kevin, I'm on the phone. When do you come back? Not till then. It's not even rated R. He's just being a jerk. Kevin, if Uncle Frank says no, then it must be really bad. No, we're not bringing the dog. Put it in the kennel for the... Hey, get off. Kevin, out of the room. Hang up the phone and make me, why don't you? Сонымен қатар сіз белгілі бір салаларға қызығатын болсаңыз, мысалы машиналарға қызығатын болсаңыз, машина туралы программалар көрсеңіз болады. Шоу-бизнес, музыкаға қатты қызығатын болсаңыз, сондай шоу-бизнеске қатысты программаларды, бағдарламаларды, шоуларды қарасаңыз, өзіңізге оңай болады. Мысалға, сіз қазақ тілінде немесе орыс тілінде көретін X-Factor, Қазақстан дауысы, түнгі студия сияқты бағдарламалардың барлығының оригинал Америка құрама штаттары, Ұлыбритания сияқты мемлекеттерде түсірілген шоу программаларды көріп басасаңыз, ағылшын тіліне дамытуға біраз көмегін тигізеді.
Ағылшын тілін тез үйренудің келесі бір пайдалы тәсілі ағылшынша әндер тыңдап бастау. Сіз осы уақытқа дейін егер қазақша, орысша тыңдап келсеңіз, сізге орысша, қазақша тыңдауды доғарып, тек қана ағылшынша әндер тыңдауға тура келеді. Өйткені сіз сол елдің мәдениетіне қызықсаңыз, сол елдің музыкасын тыңдасаңыз, ол тілді меңгеру сізге әрине тиімдірек болады, әлде қайда жеңілірек болады. Және сіз сол музыканы қазақ тіліне аударып үйренсеңіз, сіздің сөздік қорыңыз көбейеді, сөздерді произношениеңіз дұрыс бола бастайды. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope. Ағылшын тілін тез үйренудің тағы да бір өте пайдалы әдісі сіздің қолыңызда бар телефондардың, ноутбук, планшет тілдерін настройкадан орыс тілінен ағылшыншаға аударып тастау. Бұл өте қиын болуы мүмкін басында, сіз түсінбейсіз, бірақ сіз уақыт өте келе көзіңіз үйренеді, және ағылшын тілінде сіздің сөздік қорыңыз көбейеді. Және де достар, тағы да бір соңғы тиімді тәсілі ағылшынша білетін, немесе енді ағылшынша үйреніп жүрген достарыңыз болса, WhatsApp арқылы, басқа да әлеуметтік желілер арқылы тек қана ағылшын тілінде хат жазысу. Бұл да қиын болуы мүмкін, ағылшынша грамматиканы білмейсіз, сөздерді аз білесіз, сондықтан сізге жазу қиын болуы мүмкін, бірақ осы бастан сөйтіп жазуды әдетке айналдыратын болсаңыздар, SMS жазысу барысында көптеген қате жібересіздер, бірақ қатені елемеуді үйренесіздер, комплексті жеңесіздер. Сол арқылы сіздер өз ағылшын деңгейлеріңізді көтеріп аласыздар. Мен оны сенімді түрде айта аламын, өйткені өз басым ағылшын тілін үйреніп бастаған кезде дәл осы методтарды, осы тәсілдерді қолданғанмын, және де өте тиімді тәсілдер екеніне сөз бере аламын. Сонымен достар, ағылшын тілін тез үйренудің тиімді жолдары деген кішкентай ғана видео материалымыз тәмам. Өзім ағылшын тілін 2013 жылдан бастап үйрендім. Ол 2013 жылға дейін мен ағылшын тілінде тек қана hi, how are you деген сөздерді ғана білдім. Оған дейін ағылшын тілінде бір сөз білген жоқпын. Және осы тәсілдерді қолдану арқылы мен өз ағылшын деңгейімді жақсарттым десем де болады. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Егер видео ұнаса, төменде каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесіде қандай тақырыпта бейне материалдар көргілеріңіз келеді, соны жазыңыздар. Біз әрине сіздерге көмектесуге әрқашанда дайынбыз.